Сәлем достар, біз бүгін малдың іш майынан май шығарамыз. Мінеки майымыз дайын. Енді оны ұсақтап тураймыз. Бәрін турап болған соң, оны қазанға салып отқа қоямыз. Оны май шыққанша дейін шыжғырамыз. Содан соң шыжғырылған майдан сұйығын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Осылайша біткенше дейін жасаймыз. Ыдыстағы майды қатырып, оны салфандарға салып қоямыз. Осы майдан кішкене сұйық май қосып бауырсақ пісірсек, өте тәтті болады. Ал оны болса, алдағы таңда көрсететін боламыз.